Мә, осы күндерде квартира табу қиын болып кетті ғой. Наконец-то таптым ау. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе? Сен жаңадан квартираға келген адамсың ба? Иә, осы жерден квартира алып едім. Брондап қойдың ба? Жарайды, қазір есіміңді айтып жібер, мен қарап жүрейін. Менің есімім Мелисса. Танысқаныма қуаныштымын, Мелисса. Мен Данамын. Осы квартиралардың басқаратын адамымын. Жарайды, қазір көріп жүрейін. Иә, бізде Мелисса деген қыз бар екен. Сен жалғыз өзің тұрасың ба? Иә, мен жалғыз өзім тұрамын. Жарайды, қазір саған үйіңнің есігінің кілтін берейін. Саған бір комнаталық үй, және де бір нәрсе айтайын деп едім саған. Иә, айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Қысқасы айтқанда, сенің осы үстіде тұратын көршілерің кішкене шулы болуы мүмкін. Соны ескертіп қояйын деп едім. Жарайды. Жарайды, онда мен осы жерде отырамын ғой, көмек керек болса мені шақырасың. Иә, жарайды, рахмет сізге. Сау бол. Айтқанына қарағанда. Мә, мынау менің квартирам ба? Не деген әдемі? Еще арзан. Неге бұлай арзан береді екен? Мә, күшті ғой мынанышы. Өлә, мынаныштың бәрі шағын ғой. Тазалау керек мына жерді. Қазір апайдан. Дана апай. Ау, не болды? Анау менің комнатама андай тазалайтын заттар керек еді. Жарайды, міне ала ғой. Бірақ сосын қайтадан әкеп тастайсың ғой. Бұл менікі емес еді, кішкене. Иә, әрине. Жарайды. Бәрін тазалап тастау керек. Бұл енді тап-таза болды. Қазір болды. Енді киімдерімді сала беруге болады. Ой, мыналар не істеп жатыр өзі? Адамды ұйықтатпады ғой. Сағат қанша болды өзі? Бес? Өлә, мыналар мен ұйықтап жатқан кезде қосылған музыка еді ғой. Әлі ұйықтамаған басында. Болды уже, мен шыдай алмаймын. Барамын аларға. Той, осылар ма шулап жатқан? Мен қазір келем, күте тұрыңдар. Сәлем. Сәлем, сендер ма таңғы 5-тен бастап шулап жатқан? Ой, кешірім сұраймын. Просто менің бір көршімнің туған күні болып жатқан еді, соған туған күнін тойлап жатқан едік. Адам дегенше таңғы 5-те тойлай ма туған күнді? Кешірім сұраймыз. Сіз кім боласыз? Мен сендердің астарыңа жаңадан көшіп келген көршілерің боламын. Асыға жаңадан келген көрші, ал алдыңғы көршілер көшіп кетті ма не? Осылай сендердің шулағандарын ести жалығып, олар да көшіп кеткен. Жарайды, онда сіз жаңа көрші болсаңыз, менің үйімде қазір көршілердің барлығы бар, солармен танысып алсаңызшы. Ол жерде енді кешірім сұрау үшін сізден ояқтағы тамақтар бар, сусындар бар, солардан дәм татыңыз. Ой, ладно, көндердің қазір киім ауыстырып келемін онда. Рахмет сізге. Күтеміз. Сосын сіз де, мен сен де бер, пожалуйста, жасты адамсың, опат. Жарайды. Күтеміз. Келді ма? Сәлем. Тағы да. Привет. Всем привет. Привет. Боже, тағы да қыз келді ма? Привет.
танысып қойыңдар, бұл біздің астыдағы көршіміз. Есіміңді айтып жібер. Сәлем бәріңе, менің есімім Мелисса, осы астына жаңадан кешіп келген көршілерің боламын. Танысқанымызға қуаныштымыз. Менің атым Дарина. Ал менің атым Зарина. Мен Марленмін. Ал мен Алдиярмын. Мен Арсен. Ал мен таныспаймын. Фу, боже. Ол Камила. Ал мен Асланмын. Бәріңмен танысқаныма қуаныштымын. Я, рахмет. Арсен, жүрші бір жаққа шығып қайтайық, сендер таныса беріңдер, иә? Аха. Давайте правда или действие ойнайық. Давай. Так. Қыздар, то есть балдар, Марлен, Алдияр, сендер ана жаққа отырыңдаршы. Мен бұл жерге Арсенмен және Асланмен отырғым келген еді вообще-то. Фу, ладно, жарайды, отыра берші. Мен не жаққа отыра саламын? Боже, не жаққа отырамын мен? Мен не жаққа отырамын? Фу, сондайсыңдар ма не сонда? Мен болсам Аслан мен Арсен үшін олардың орталарына отырам. Қашан келеді екен? Че там, сен қай жақтан келген қызсың тағы? Мен сендерге өзім туралы айта кетейін. Мен Алматы қаласынан келдім, жасым 16-да, осы квартираға келдім, короче. Мә, сен сонда ше, өзің квартира 16 жасыңда алдың ба? Да. Мә, күшті. Мен сендерге өлең айтып берейін да. Ой. Бари буридам, діккі дари дуридам, діккер-кер-керам, дари дуридам, діккер... Айтпақшы, сен қашан не үшін келдің? Қалай таныстыңдар сендер Аслан екеулерін? Сендер прям жаман шуладыңдар ғой, до того адамды ұйықтатпайтын таңғы 5-те еще. Сосын соны тоқтату үшін осы жаққа келдім да. Потом сол Аслан шықты, короче, солай. Танысып алдыңдар ма? Бірақ ол атын айтқан жоқ, менен де сұраған жоқ, так что менде. Ал, өлә, сендер не жаққа уже отырып қойғансыңдар ма барлықтарың? Мен қай жаққа отырамын? Мені жанып отырсаңдаршы, жігіттер, мен сендерге әдейі орын алып қойдым. Мен жерге отыра салайыншы. Жарайды. Бері отырсаңдаршы, немене шеттеріне отырып кетті? Камила, сен бірге жүрмейміз ғой, неге сондай ондай нәрселер айтып жатсың, ау? Туй, қойыңдаршы, бұл түсінбейсіңдер, мен сендермен достарым болған ғой, мен сендер сондай солай сендерге обращаться етіп жатырмын. Ладно, қоя беріңдерші. Сонымен не ойнаймыз, достар? Мен сендерге бір сұрағым бар еді. Айта бер. Осы компаниялардың арасында бір-бірімен паралар бар ма? Если бір-бірлеріне симпатия болса, да? Бізде жүретін бірақ қана пара бар. Олар кім? Олар бізде Зарина мен ана өткен туған күні болып жатқан адам. Ол мен. Яғни мен деген енді түсін, жаңа өзім таныстырып кеттім ғой. Негізі екеуің сонымен жарасасыңдар ше. Рахмет. Ал ойынды бастамадық па? Давайте бастайық. Қандай ойын еді? Вообще не туралы әңгіме айттыңдар біз жоқ кезде? Оны айтып отырмай қойып сразу ойынға кірісе берейік. Я, келісейік, давайте. Жоқ, давайте мен түсіндірем. Короче, былай істейсіңдер ғой, достар. То есть Арсен... Сен бірінші тамағын жеберші, өзім түсіндіре салам. Короче, біз қазір жаңа сендер кеткеннен кейін правда или действие ойнаймыз деп ойлаған едік. Айтпақшы, сендер қайға кеттіңдер? Жай далаға шығып келдік. Жарайды. Давайте онда ойынды бастайық.
Давайте. Кім бірінші? Мен емес, Черния. Черния. Мен емес. Мен де емес. Давайте мен бастайын. Жарайды. Камила, Ау. правда ли действие? Правда. Сен шыныңды айтшы, осы компанияның арасында кім жақсы көресің? Неге сондай қиын сұрақ, осындай қиын сұрақ қоясың сен маған бірінші келіп алып? Мен саған сұрақ қойдым, алдымен жауап бер. Боже, ладно. Мен бұрыннан бері бар ғой осы компанияға келгенімнен Асланды жақсы көремін. Чё? Не? Не деп тұрсың сен сонда? Шынымды айта салайын, екеуің вообще жараспайсыңдар. Сенің как будто мнениеңді мен тыңдайтын сияқты. Менің ойымша біз Аслан екеуміз қатты жарасамыз. Иә, жарасасыңдар. Алдияр қумаш. Енді қоя берші. Өзің парам бар ғой. Жарасасыңдар деп атым ғой енді просто мына екеуіне. Мен парам не қатысы бар бұл жақта? Сен тыныш отыр, болды, все. Болды, ұрыспасаңдар. Жарайды, енді Камила, сен сұрақ қоясың біреуге. Боже, ладно. Асланчик, правда ли действие? Правда. Аслан, сен мені ұнатасың ба? Жоқ та. Мен жақсы көрмеймін. Сен менің жай ғана досымсың. Қалай сонда сен мені жақсы көрмейсің? Боже мой. Барлық настроениямның барлығын құрттың ғой. Жарайды. Енді мен очердім ба? Я сен очердің. Так, Мелисса, правда ли действие? Ну, правда, давай. Сенің жігітің бар ма? Жоқ, негізі вообще жігітпен жүріп көрмегем. Жарайды. Есімде сақтап алам. Бізде жаңадан пара болады дейсіңдер ғой, я? Похоже, я. Қайдағын айтпаңдаршы. Көреміз. Қойыңдаршы бұл. Давайте, Мелисса, сен кезегің. Қайтадан мен ба? Я? Сен ешкім сұраған жоқ. Кетші бара. Тупая. Марлен, саған сұрақ қоям. Ау, не болды? Осы компаниядан алғаш көргеннен жақсы көріп қалған пара деппін ғой. Қызым болған ба? Қызым болмаған, бірақ просто Симпатия. біреуге симпатия болған ба дейсің ба? Иә. Мен симпатиям Арсенге болған. Сен гейсің ба? Жоқ, ойламаңдар. Просто түрі красавчик та, соған әшейін айтып жатырмын. Содан кейін осы сендермен араласып кеттім. Әлі де симпатияң бар ма? Жоқ та. Что не болды? Урод болып кетті ма? Мәссаған, мені де жігіттер жақсы көреді екен ғой. Кетші бар сен. Не отыр не жақта? Мен яқтан қайта салам ау, Шлей андай әңгіме болып жатыр ғой, андай әңгімелер. Тыныш отыра берші, сен просто тыңдап отырсайшы. Сен неменеге маған айта бересің, аузымды жаба бересің, Мелисса. Қазір ғана келіп алып өзің. Вот именно, сен қазір ғана келіп аласың да, менің Асланыма жабысың, то Арсенге жабысасың, то мыналарға жабысасың. Не болды саған, соншама? Дура тупая. Пикми, аузыңды жапшы сен. Өзің пикми, кетші бар. Болды, тоқтаңдар, ешкіммен ұрыспаңдаршы. Басым ауырып кетті ғой уже. Давайте ойындар қарай жалғастыра берейік. Мен қойдым, енді Марленнің кезегі. Кім?
Зарина, правда ли действие? Ну, правда. Правда? Действие таңдамайсыңдар ма біреулерің қате? Қойшы, орнынан тұрып жүргеннен көрі өйстіп отырып жауап бере берген нормально емес па? Ой, жақсы. Короче, сен мынау Талбаевты жақсы көресің ба? Конечно. Енді ол менің парам ғой. Болды, все бітті. Мен просто сұрақ ойлап таба алмадым. Что за вопросы, блин? Қоя берші. Ал енді кімнің очереті? Енді бізде Зарина қояды. Мен Арсенге қойғым келіп тұр. Арсен? Сенің бір кезде Камилаға симпатияң болған ба? Жоқ, болмаған. Вообще ма? Вообще болмаған. Камила, оларды бекерге жақсы көріп жүр екенсің ғой. Кетші бара. Олар мені жақсы көреді, просто сендердің көздерінің алдыларында өздерін типа сондай істеп жатыр. Әйтпесе олар мені жақсы көреді, я жігіттер. Я ол сені жақсы көреді, қоя салшы болды. Басым ауырып кетті, сенің даусың дегеннен. Саған негізі актерлік шеберлікке қатысу керек ше. Ой, рахмет. Саған да. Мәссаған, сендер күшті әңгіме айтады екенсіңдер. Давайте сендер осы әңгімелерін күшті айтқандықтан жүзуге қатысыңдар. Вообще сен ше қандай спортқа қандай іс-қимыл жататын сен бірінші барып Гуглдан оқып келші. Ойын қоя сен. Давайте, болды ма, әңгімелерің бітті ма, қызық емес болып кетті, ойын что-то действие таңдасыңдаршы енді. Ну, давайте. Мен очердім, я. Так, правда ли действие? Кімге қойсам болады? Мелисаға. Атын ұмытып қалдың ғой, Мелиса сенің. Давайте действиені таңдайық. Қолымда шоколад тастай салыңызшы. Әкелме шоколад. Маған Аслан берген оны. Я. Фу, боже. Мелиса, сенің дейсіз, менің дейсім айтатыным, сен қазір Камиламен орын аласың.